Сәлем достар баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай көк помидордан өте оңай және дәмді салат бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге осындай жуып тазартылған көк помидор, тәтті бұрыш, бір бас сарымсақ, ащы бұрыш және укроп қажет болады. Көк помидорларымызды жақсылап жуып, тазалап, керек емес жерлерін барын кесіп алып тастаймыз және осылай жұқалап, турап шығатын боламыз. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және кез келген тағамдармен үйлесе беретін болады. Құрамына көп затты қажет етпейді. Үйдегі бар заттармен дайындалатын, өте жылдам дайын болатын салат. Және салатты дайындап болған соң салқын жерде сақтайтын боламыз. Міне барлығын осылай жұқалап турап алдым және араластыратын үлкен ыдысымызға салып алдым. Келесі кезекте тәтті қызыл бұрышымызды тураймыз. Мен 3 килограммдай көк помидор пайдаландым. Егер көбейтіп жасағыларыңыз келсе, еселеп жасай берсеңіздер болады. Тәтті бұрышымызды турап алдым ұзынша етіп. Келесі кезекте ащы бұрыштарымызды турайтын боламыз. Ащы бұрышымызды дәнмен бірге қосып турап жіберетін боламыз. Келесі кезекте сарымсағымызды майдалап турасаңыздар да болады, немесе дәл осылай күштен өткізіп салып жіберсеңіздер де бола береді. Келесі кезекте осылай аскөктерімізді турап аламыз, немесе петрушка турасаңыздар да бола береді. Енді жарты стакан қантымызды саламыз. Келесі кезекте 3 ас қасық тұзымызды салатын боламыз. Жарты стакан осылай сұйық май құямыз. Майларыңыз міндетті түрде иіссіз болуы керек. Және менде 70% уксус, бір ас қасық қостым. Егер сіздерде 9% немесе 6% уксус болса, жарты стакан құйсаңыздар болады. Енді жақсылап барлығын араластырып аламыз. Қантымыз, тұзымыз еріп, барлығы біркелкі болып араласуы керек. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді шет-шетін бәрін жинап, осылай бетін бір тарелкамен жауып, үстіне ауыр затпен бастырып, бір түнге қалдырсаңыздар болады. Немесе 3-4 сағатқа қалдырсаңыздар болады. Мен 3 сағатқа қалдырдым. Міне суы шықты, әдемі болып. Енді тарелкемізді алып, жақсылап қозғаймыз. Тағы да біркелкі болғанша көріністер, жақсылап суы шықты. Тағы да араластырамыз. Тұзын көресіздер міндетті түрде. Мен алдын ала жуып дайындап алған банкаларымызды мен стерилизовать еткен жоқпын. Жай жуып, осылай құйып шығамыз толтырып. кішкене бастырып салып шықтым.
Міне 2 банка салат шықты. Қалған суымызды теңдей етіп, салатымыз батып тұратындай етіп, құйып шығатын боламыз. Кішкене басып, суына батырып қоямыз салатымызды. Осыменен салатымыз дайын болды. Қақпағын жауып, салқын жерде сақтай береміз. Немесе дәл осылай күнделікті жей берсеңіздер де жарай болар еді. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, комментарий білдіріп, лайк баса кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.